40 күнде bir отбасы үйлі болды. Әпше, саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Әшілу, жаның биттеке. Қалайсыңдар? Ассаламу-алейкум. Ассаламу-алейкум. Биттеке. Саламатсыздар ма? Қалайсыңдар? Осы үймен соңғы рет қоштасып қалыңыздар. Болды, енді сіздердің өздеріңіздің үйлеріңіз бар. Құтты болсын, әпше. Құтты болсын, әпше. Жүріңіздер енді өздеріңіздің жаңа баспаналарыңызға. Жаңа баспанаға кеттік болмаса. Артық басаған керегі береді, Алла береді. Таңқтыдан қойып оларсың, ниетің сондай себебі. Өмірден өтіп кетсең де, дейді жұрт пай-пай ереді. Үйің қандай деп ойлайсың? Күшті шығар. Не бар ішінде? Бір нәрсесі бар шығар. Сіздер следіңіз бар. Сіздер бір нәрсені де қалдырмайтын шығарсыздар. Ішінде не бар деп ойлайсыз? Білмеймін енді. Үйіңіз қалай представлять етесіз? Білмеймін, басында іші бәрі ақ сияқты болып тұрды көз алдымда. Жаңағы Мадинаға айттым, іші ақ сияқты, шы білмеймін, барлық нәрсе аппақ сияқты сөйтіп. Иә, рас сондай, өлі білмеймін, ойым сондай болды. Іші текім сондай болды да. Бірақ сене алмай жатырмын, әлі азаннан бері өлі сенбеймін ғой. Шын ба екен, өтірік пе екен, Мадина айтады, үйге барған кейін сезінесің ол кезде дейді. Бәрібір ощущение басқаша. Бүгін барасыздар, сол үйде қонасыздар, өздеріңіздің үйлеріңізде баспанада ұйықтап тұрасыздар ғой, соның өзі де сенбей тұратын боласыздар. Иә, соған вообще сенбей жатырмын. Бәрі рахмет енді барлықтарыңызға. Үйге кірерде талып қалып жүрмеңіз. Жоқ, ондай әдетім жоқ. Бәріңізге рахмет. Иә, Жаным, сен барасың ба? Ой жаным, сен сөйлейді екенсің ғой. Қараңыздаршы, 40 күнде бір баспаналы болып отыр. Жалғыз басты ана 7 бүлдіршінмен. Барша халқым маған сеніп, сенім білдіргендеріңізге рахмет. Қазір үйді көретін боласыздар. Дайынсыздар ма әпше? Көздерімізді ашамыз. Ашыңыз. Өзіңіз бірленді қырқыныш. Бісміллә. Ал, құтты болсын. Тазынасын тойға жиған әз қалқымай, ат шаптырып шапан жапқан бар салтыңай. Өтсе тағы қилы түрлі тағдыр заман. Міне әпше, үйлеріңіз. Ас бөлмесі, осы жерде тамақ істейсіздер, өздеріңіз рахаттанып өмір сүресіздер. Қараңдаршы, міне сыртқа шықпай неде душ бәрі бар, а? Күшті ма? Аюп нерге жатып алады кейінше, міне жатасын. Сен де алдына отырып ал, әні. Қалай екен? Күшті ма? Міне бөлмеңіз. Сене алмайды тұрмын ғой. Рахмет сіздерге, алғысым шексіз. Екі дүниенің бақытын нәсіп етсін барлықтарыңызға. Дәл осы көз жаспен дұға етіп жіберіңізші. Барша үлес қосқандарға. Барлық үлес қосқан адамдарға рахмет. Екі дүниенің бақытын берсін, нәсіп етсін. Денсаулықтары мықты болсын, әрдайым осындай жақсы істерге жол аша берсін. Бұл шынайы. Өзім сеніп көрдім, міне шынайы үйлі болдым. Рахмет барлықтарыңызға. Әумин. Осыны айта алмаймын. Алла Тағала сіздің көз жасыңызды көріп, дұғаңызды қабыл етті. Біз жай ғана себепкерміз. Сізге үй алып берген Алла Тағала. Енді Құдай қаласа квартираның ақшасын төлеу керек, үйлі болу керек деген проблема жоқ еді сізде. Бұл сіздің жеке үйіңіз, және де бұл үйіңізге ешкім қол сұға да алмайды, жаман көзбен де қарай алмайды. Енді жеке үйіңізде рахаттанып өмір сүресіз енді апа. Жүріңіз басқа бөлмелерді көрейік. Мына сіздер міне қолдарыңыз. Қонақтарды осы жерде күтіп алып, шығарып салып, рахаттанып өмір сүресіздер. Өзім сенбей тұрмын ғой. Мына қыздарға осындай бір бөлме. Күштісін. Иә, ал бар, жатып көріңдер. Күшті ма? Бұл жерде жата бересің бе енді? Қыздардың бөлмесі.
барлығы сендерге күшті ма, әдемі ма? Жаным. Осы көрген қуаныштың барлығы сіздер себепкер болдыңыздар. Қараңыздаршы, тағы да бір отбасы үйлі болып отыр. Баршаңызға рахмет, Алла тағала разы болсын. Екі дүниеден бақыт насіп етсін. Алдағы уақытта көптеген осындай мұқтаж отбасыларды үйлі қылуымызға сіз бен біз себепкер болайық. Ал сауабын Алла тағала өзі береді. Баршаңызға Алла тағала разы болсын. Көңілім толып кетті. Рахмет. Айналайын қарағам, қара шашың қос иықтан төгілген, құлаң шашың ай қара көз жүрмесің, сау сәлемат қызыл гүлім ай. Видеоны дәл осы жерге дейін көріп тұрған болсаңыздар, біз Тамила әпшені тағы да бір рет қуанып кетейік. Төменде Тамила әпшенің нөмірін тастап кетеміз. Өз атағандарыңызды құтты болсын деп тастасаңыздар болады. Тамила әпшенің өзінің Каспий нөмірі. Баршаңызға рахмет.